Бүгін біз киномедиа мамандығының 207-ші тобы Нұрлан Асқарұлының операторлық шеберлік пәні бойынша ашық сабақ өткіздік. Осы сабақта қандай мәселелер талқыланғаны жайлы мен Арстан Еркінұлы айтамын. Тележурналист Нұрлан Асқарұлы дәріс барысында оқиғалық сюжет, ақпараттық сюжет және портреттік сюжет дайындау туралы атап өтті. Бүгінгі біздің операторлық шеберлік пәні бойынша біз көптеген мәлімет алдық, жаңа ақпаратты ойға түйдік және ағайдың сабақ бергені тәсілі ұнап жатыр. Жалпы алдағы уақытта көптеген фильм түсіруге деген ниет бар. Бүгін операторлық сабағы өте керемет болды, барлығымызға ұнады. Ағайдың да бізге берген ақпараттары өте керемет. Біздің өмірімізге, біздің сабағымызға өте пайдасы көп екен. Алдағы уақытта көптеген нәрселерді үйреніп, өзімізге тәжірибе аламыз деген үміттемін. Режиссер Нұрлан Асқарұлы оқиғаны кинотуындыға айналдырудың тиімділігін, оны көрерменге жеткізудің жолдарын бағыттарын ұсынды. Өз тәжірибесімен бөлісіп, бейнеқордан құжаттарды көрсетті. Жалпы бүгін осы операторлық шеберлік бойынша кино туралы, сосын оқиғалық сюжет, ақпараттық сюжет, портреттік сюжет туралы, деректі фильм туралы айттық. Студенттердің сабаққа деген ынтасы жақсы, талпынысы, үйренем деген. Біз осы дәріс барысында теория мен практиканы ұштастырып, жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Студенттерге сәттілік тілеймін. Осымен біздің ашық сабағымыз өз мәресіне жетті. Студенттер жаңа ақпараттар алып, өзара тәжірибе алмасты. Аға оқытушы Нұрлан Наурызалиев алдағы уақытта практикалық жұмыстарды көбейтетінін жеткізді. Сондықтан бұл тәлімгерлер үшін тиімді болмақ. Арстан Еркінұлы, Нұрхан Айдынұлы, Алматыдан.